Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге Pixverse AI платформасы арқылы теорияны қалай визуализациялауға болатынын көрсетемін. Бірінші қадам ол біз ChatGPT-ге кіріп, ол жерден өзіміздің видеомыздың персонажын генерациялау, яғни ас бөлмесіндегі роботты істейтін боламыз және оның суретін шығарып беруін сұраймыз. Генерацияланған суретіміз дайын болғаннан кейін келесі қадам одан шайды дайындау алгоритмінің қадамдары бойынша промпт жазып беруін сұраймыз. Дайын болған промпттарды көшіріп алып, Pixverse AI бағдарламасына кіреміз. Платформаға кіргеннен кейін бізде жұмыс үстелі ашылады. Жұмыс үстелінің ішінде видео бөліміне өтіп, өзіміздің жаңағы ChatGPT-дің берген фотосын жүктейтін боламыз. Фото жүктелгеннен кейін біз қайттан ChatGPT-ға өтіп, сол жердегі промптты осы жерге әкеп қоямыз. Бірінші шаг, яғни бірінші қадам деген промптты әкеп, оған шайнекке суды құюын сұраймыз. Әкеп қойғаннан кейін создать деген розовый шығып тұрған төрт бұрышты басып, оны күтеміз. Неге біздің алғашқы фрагментіміз, яғни бірінші қадамымыз дайын болды, және де қалған қадамдарды дәл осылай жасайтын боламыз. Яғни әр қадам үшін 5 секундтан бөлек-бөлек видеоларды генерациялайтын боламыз. Яғни ChatGPT-ға өтіп, екінші қадамның промптын скопировать етіп алып, оны дәл жаңағы фотомен қайталап Pixverse-ге апарып қоямыз.
өзімізге керекті барлық фрагменттерді жинап алғаннан кейін оларды біріктіру қажет болады. Сіздің компьютеріңізде орнатылған кез келген фотомонтаж, видеомонтажға арналған бағдарламаны ашамыз. Менде ол CapCut бағдарламасы. CapCut бағдарламасын ашып, сол жерде жаңа проектті бастау деген төртбұрышты басып, бүгінгі істеген жаңағы фрагменттерді жүктейтін боламыз. Барлық фрагменттер жүктелгеннен кейін оны астыға түсіреміз, яғни өзімізге қажетті видеоларды қойып шығамыз. Егер де видео өзімізге ұнап, ол дайын болғаннан кейін экспорт деген күлгін түсті батырманы басып, оны өзіміздің компьютерімізге жүктеп аламыз. Бізде бүгін осындай видео дайын болды. Яғни роботтың алгоритм бойынша шайды қайнату процесі. Бұл жерде ескере кететін жағдай Pixverse бағдарламасы ол тегін емес, ақылы түрде. Сол себепті біз осы видеоны тегін түрде жасадық. Сол үшін кішкене қателер болуы мүмкін.